Сәлем достар, бүгін менің каналымдағы ең алғашқы видео, және мен сіздерге өте керемет әрте жасалатын взлетный деген печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Көріп тұрғандарына ол үшін ең алдымен бізге сахар, ұн, сливочное масло, яғни сары май және жұмыртқа керек. Енді іске кірісейік. Бізге әрине миксер қажет болады. Және осындай бір табақ немесе мисканы алып, ең алдымен жұмыртқаларымызды саламыз. Екі жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды салдық. Келесі кезекте сахарды саламыз. 100 грамм сахар жетеді. Одан кейін біз оған сары майды қосамыз. Оны бөлшектеп салған дұрыс. Өзі тез ериді. Және де бұны өте бір пышный ингредиент шыққанша жақсылап араластырамыз. Міне достар, менде дәл осындай сұйық ингредиент шықты. Және де оған біз 200 грамм ұнымызды саламыз, жайлап. Салдым. Енді бұны жайлап қолмен елейміз. Егер ұн жетпесе, тағы да ұнын қосамыз үстіне. Себебі бізде қою масса шығу керек. Артық дыбыстар шығып жатса, назар аудармай қойыңыздар, себебі мен терезенің алдында тұрмын. Бұл массамыз әлі біраз сұйық. Тағы кішкене ұн қосамын қойылғаны үшін. Бірақ ұнды шамадан тыс көп қосуға да болмайды, себебі бұл взлетныйден өте жұмсақ, воздушный печенье. Қымыр қатты болып қалуға да болмайды. Енді жақсылап ұнның бәрін алып, илеп шығамыз. Достар, міне менде осындай қою қамыр дейін, қамыр шықты. Және мен бұны қазір екіге бөлемін. Мысалы, бірінші бөлігін шейін қалдырамын. Қолға жабыспау керек бұл. Және екіншісіне кішкене екеуін дәмі әртүрлі болу үшін осындай шоколадпен терезеткен қамырдың дәлісіне. Бұл өте қарапайым кәдімгі қара құм шоколады. Кез келген шоколадты алып терезете беруге болады. Көп болған сайын дәмді болады. Дәл осылай. Бұны қалдыра тұрайын. Енді мынау кәдімгі қарапайым қамырымызды аламын. Дәл осындай қолдың подушечкаларымен жайып шығамын. Оқтау қолданудың қажеті жоқ бұл жерде.
бір қалыңдығы 1-2 сантиметр болса жеткілікті. Келесі кезекте әртүрлі пішіндерді алып бастырып шығамын. Бірден противенге қоя берейін. Әртүрлі болу үшін басқа пішіндер қолданайық. Міне мен противенін пергаментный бумага төседім. Және қойып шығамын. Міне достар, мен противен толтырдым. Енді бұлардың жартысын бетіне осындай күнжуттың стружкаларын сепкім келеді. Жартысына ғана себем, жартысы қарапайым печеньелер болады. Енді бұларды 200 және 220 градуста пешке 10 минутқа пісуге жібереміз және нәтижесін күтеміз. Мен бірінші печеньеларды духовкаға салдым және де екінші печеньеларды жасап жатырмын, екінші партиясын. Шоколады бар бұлардың ішінде, көріп тұрғандарындай. Міне достар, мен уәде бергенімде 10-15 минутта пісіп шықты және де пешке қазір екінші порциясын салдым. Өте дәмді печеньелер, шаймен ішкенге өте керемет болады. Және осы видеоны салып лайк басамыз, астына қызыл нүктені басып подписаться етеміз. Және де өтінемін достар, егер де бір қателіктер болса мән келмеңіз, келесі видеомда бұның бәрін түзеймін. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.